Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай өте дәмді, жұмсақ, осындай блины дайындаймыз. Оладьи десек те болады. Өте жұмсақ, ортасының барлығы жақсылап көтерілген. Рецепті көрмей тұрып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Таза ыдысқа осындай бананымызды бөліп салып, жақсылап езіп аламыз. Осындай қарайған банандарда жарай береді. Жақсылап біркелкі болғанша еземіз. Міне осындай болу керек. Енді осы бананның үстіне жұмыртқаны саламыз. Жақсылап венчикпен араластырамыз. Және 2 ас қасық шекер саламыз. Араластырамыз. Сұйық май құямыз. 2 ас қасық. Тағы да араластырамыз. Бөлек ыдысқа ұнға үстіне қопсытқыш салып, дайындап алып, осылай електен өткізіп отырып, ұнды саламыз. Осылай тағы да араластырып, біркелкі масса шыққанша осылай әдемі қоюланып шыққанша араластырамыз. Енді табамызды шамалы қыздырып, майды тамызып, барлық жеріне жағып, оладьиді құйып шығамыз. Осылай құйып болғаннан соң, тесік болып, тесіктер пайда болған кезде екінші бетіне аударамыз. Екінші бетіне аударғаннан кейін өзі көтеріледі. Сол кезде құймағымыз дайын деген сөз. Менің каналымда өте жылдам дайындалатын тағамдардың, тәттілердің рецептері өте көп. Менімен бірге дайындап көріңіз. Каналымды қолдап, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Міне тағы да құйып көрсетіп жатырмын, пісіріп. Екінші бетіне аударамыз. Көтеріліп жатыр. Міне біздің оладьимыз, яғни құймағымыз дайын болды. Өте көп мөлшерде шықты. Тура осылай жасап көріңіздер. Балаларыңызға да, өздеріңізге де қатты ұнайтынына сенімдімін. Міне сіздерге біреуін ортасынан бөліп көрсетіп жатырмын. Ортасы пышный болып, жақсы көтерілген. Яғни жақсы пісті деген сөз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.